сәлем достар, бүгін мен сіздермен қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Біз үй жағдайында қалампырдан сабын жасаймыз. Ең алдымен бізге сабын негізі қажет. Сабын негізі біздің Қазақстанда жоқ, сондықтан Россия мемлекетінен тапсырыс беріп алдырттым. Бізге майлар қажет, лаванда май қажет, және бізде қалып қажет. Қалампыр ұнтағы қажет болады. Және бізге сабын негізі шыны ыдыс қажет болады. Кеттік ендеше осы сабынды жасап көрейік. Ең алдымен бізде сабын негізін турап аламыз. Қажетті мөлшерде турап аламыз. Ең алдымен бізде пышақты ұстамас бұрын, бұл пышақты үлкендердің көмегімен ұстауымыз қажет. Сақталған сабын негіздерін шыны ыдысымызға салып алып, қысқа толқынды пешке салып 10 минутта ерітіп аламыз. Енді 10 минутымызға қойып аламыз. Еріп болған сабын негізімізге қалампыр ұнтағын жарты қасықпен саламыз. Енді араластырамыз. Енді оның үстіне лаванда майын құямыз. 10 тамшы. Енді араластырамыз. Иісін шығаратын май. Енді сабынымызды қапқа құямыз. Дайын болған сабынымызды қаптан түсіреміз. Әдемі болып шықты.